7 сынып 4 тоқсан тжб. Мынау бізде екінші нұсқа. Бізге осында тағы да бір тжб келді. Қазір біз сіздермен осы тжб-ның жауаптарын жасатын боламыз. Кеттік. Мына жақта бірінші тыңдалым бойынша бізде 6 түрлі спикер, 6 түрлі киімді киіп көріп жатады. Және біз осы жерге мына бос орындарға сандарды жазып шығуымыз қажет. Қазір біз сіздермен осы сандарды жазып шығамыз. A тұсына біз 1 деп жазамыз. B тұсына біз сіздермен 5 деп жазамыз. C тұсына 2 деп жазамыз. D тұсына 4, E тұсына 3 деп жазасыздар, және де F тұсына 6 деп жазасыздар. Осы бізде жауаптары болады екен. Келесі тапсырма бойынша біз сіздермен оқылымда біз сіздермен true false жасаймыз. Мына жерде оқушы жазған екен, қазір оқушының жазбаларын тексеріп шығамыз. Біріншісі бізде true болады, екінші сөйлем бізде false болады, үшінші сөйлем true, төртінші сөйлем false, бесінші сөйлем true, алтыншы сөйлем true және жетінші сөйлем бізде false болады екен. Осылай сіздер жауаптарын толықтырып шығатын боласыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.